Сәлеметсің бе, балақай? Класс KZ порталына қош келдің. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мүмкіндіктер тармағы. Бүгінгі сабақта сен мүмкіндіктер тармағын құратын боласың. Балақай, өткен сабақта сен мүмкіндіктер тармағын құрап үйрендің. Таңдау тәсілін мүмкіндіктер тармағы деп аталатын сызбамен ауыстыруға болады. Яғни, нұсқалардың барлығын мүмкіндіктер тармағында көрсетуге болады. Және де мүмкіндіктер тармағындағы барлық тармақтар саны нұсқалар санын көрсетеді. Ал балақай, тапсырмаларға көшейік. Ал балақай, мына тапсырмаға назар аудар. Ұлдар мен қыздар кезектесіп отыратындай Нұрай, Марат, Торғын және Серікті орындыққа қалай отырғызса болады? Берілгенді пайдаланып, барлық мүмкін нұсқаларды жаз. Ал балақай, бірге тексерейік. Біз білеміз, мүмкіндіктер тармағы арқылы барлық нұсқаларды қарастыруға болады. Міне мүмкіндіктер тармағын сызайық. Міне енді нұсқаларды атап шығайық. Нұрай, Марат, Торғын, Серік. Келесі нұсқа. Нұрай, Серік, Торғын, Марат. Келесі нұсқалар. Марат, Нұрай, Серік, Торғын. Марат, Торғын, Серік, Нұрай. Келесі нұсқа. Торғын, Марат, Нұрай, Серік. Және Торғын, Серік, Нұрай, Марат. Келесі нұсқа. Серік, Нұрай, Марат, Торғын. Және Серік, Торғын, Марат, Нұрай. Сен қай нұсқаларды жаздың? Бәрекелді, жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмаға көшейік. Сызбадан төмендегі орналастыру мүмкіндіктерін тауып, қызыл түспен қосшапсыз. Ең біріншісі Марат, Нұрай, Серік және Торғын. Бәрекелді, дұрыс айтасың. Мына жақта орналасқан, міне, Марат, Нұрай, Серік, Торғын қызыл сызықпен сызып көрсеттік. Келесі Серік, Торғын, Марат және Нұрай. Қанекей таба ғой. Бәрекелді, жарайсың. Ол нұсқа мына жерде орналасқан. Міне сызып көрсеттік. Келесі Нұрай, Серік, Торғын және Марат. Қанекей таба ғой. Бәрекелді, жарайсың. Бұл нұсқа мына жерде орналасқан. Келесі тапсырма. Сызбадан төмендегі орналастыру мүмкіндіктерін тауып, көк түспен қосшапсыз. Торғын, Серік, Нұрай және Марат. Қанекей таба ғой. Жарайсың. Бәрекелді. Бұл нұсқа мына жерде орналасқан. Міне Торғын, Серік, Нұрай және Марат. Келесі Серік, Нұрай, Марат және Торғын. Бұл нұсқа қайда орналасқан? Бәрекелді, жарайсың. Серік, Нұрай, Марат, Торғын. Міне осы жерде орналасқан. Бәрекелді, жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмаға көшейік. 2, 7, 9 цифрларын пайдаланып, қанша екі таңбалы әртүрлі сан құрастыруға болады. Бұл сандарда цифрлар қайталануы мүмкін. Тапсырманы әртүрлі тәсілдермен орында. Бірінші тәсіл, онда мүмкін нұсқаларды таңдау арқылы жасаймыз. Сонда мына жерде қандай сандар тұруы мүмкін? Қанекей тапсырманы орындай ғой. Ал балақай, бірге тексерейік. 22, келесі 72, 92 деген сандар құрастыруға болады. Сонымен қатар 27, 77, 97 және 29, 79, 99. Сонда 9 екі таңбалы осындай сандар құрастыруға болады екен. Келесі тәсілге көшейік. Бұл жерде мүмкіндіктер тармағы арқылы орындауың керек. Қанекей мүмкіндіктер тармағының сызбасын құр.
Ал балақай, бірге тексерейік. Бірінші ондықтарды жазып шығамыз. 2, 7, 9. Енді бірліктерін жазайық. Міне, 22, 27, 29. Келесі 72, 77, 79. Және 92, 97, 99. Сонда осындай 9 екі таңбалы сандар шықты. Жарайсың. Ал балақай, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сен есептер бойынша мүмкіндіктер тармағын құрастырдың. Бүгінгі сабақ сен үшін қызықты, түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағым аяқталды. Класс KZ порталында көріскенше қош, сау бол.